Африкада көптеген қызықты жануарларды кездестіруге болады. Және солардың бірі мына габондық жылан. Оның тісі улы жыландар ішінде ең ұзыны болып табылады. Сонымен қатар бұл жылан жердегі ең баяу қозғалатын жыландар қатарына кіреді. Сұр жыланның бұл түрі баяу қозғалатын, әрі көзге оңай түсетін ірі денесіне байланысты, оның өзінің аң аулау әдісі бар. Ол жапырақтар арасында бүркемеленіп, кеміргіштер сияқты кіші жануарлардың сол жерге келгенін күтеді. Габондық сұр жылан басқа жыландарға қарағанда өз уын көп бөледі, және оның ол жемтігінің бұлшықеттерін бірден ыдыратып жібереді. Баяу қозғалыс олардың өз азығын аулауына ешқандай кедергі жасамайды. Оған тағы бір мысал ретінде Намиб шөліндегі мына жылан. Ол құм астына жасырынып, сыртқы бетіне өзінің құйрығының ұшын ғана шығарады. Және оны құрт секілді қозғалтып, өзінің болашақ жеміне айналатын жануарлардың назарын аударуға тырысады. Сосын кесіртке немесе құстар жақындаған сәтте құм астынан шабуыл жасайды. Бұл африкалық құс ерекше қабілетке ие. Ол су бетінде аяқтарымен еркін жүре алады. Және оның сыры аяқтарындағы ұзын саусақтары болып табылады. Яғни ұзын саусақтар оның су бетінде қалқып тұрған жапырақтарды басқан кезде тепе-теңдік сақтауын қамтамасыз етеді. Бір қызығы, бұл құстардың ұрғашысы жұмыртқа салған соң оны еркегіне тастап, өзі басқа бір еркекке кетеді. Бір маусымда әртүрлі еркектен 30-ға жуық жұмыртқа салады. Мармосет маймылдары түрлі жәндіктер мен жұлдыз құрттармен қоректенеді. Бірақ жұлдыз құрттың мына түрі бұл маймылдардан қорғануды жақсы меңгерген. Ол өз денесінің формасын жылан тәрізді етіп келтіреді, және оны көрген маймыл сол сәтте ол жерден қаша жөнеледі. Сосын ол өз қалпына қайта еніп тіршілігін жалғастыра береді. Бұл ара өзінің болашақ ұрпақтарына қауіпсіз жер іздеуде. Және бұл ара пана ретінде ұлудың бос ұясын таңдады. Қабыршақ жарамды болса, онда оның ішіне ара өз жұмыртқасын салады. Оның ішінде ара толық жетіліп шығу үшін 1 жылдай уақыт қажет. Ал ересек ара оған ұзақ уақыт бойы күтім жасай алмайды. Сондықтан қабыршақты сыртқы жаулардан қалайда қорғау керек болады. Және сол сәтте ара таңға жайып нәрсені жасай бастайды. Әдетте бұндай әрекетті құстар ұя салғанда жасайтын. Бірақ бұл ара олардан қалысар емес. Ол өзінен әлдеқайда үлкен болатын ағаш бұтақтары мен шөптерді тасып, ұяны көрінбейтіндей етіп жасырады. Бұл қорғанысты соғуға жүздеген бұтақтар қажет. Сондықтан ара оны ұзақ уақыт бойы жасайтын болады. Калахари шөлінде мынандай көріністі жиі байқауға болады. Бұл мына кішкентай тоқыма құстарының бағандар мен ағаштарға жасаған алып ұялары. Онда шамамен 100-ден астам құстар тіршілік етеді. Ұяны еркек құстар соғады. Оның ішінде әрбір жұптың өздерінің жеке бөлмелері болады. Ұяның іші күрделі құрылымда және тәуліктің кез келген уақытында қолайлы температураны қамтамасыз етеді. Бұл Американың шөлдерінде мекен ететін ең үлкен сарышаяндардың бірі. Оған алыс емес жерде тарантуланың жаңа ұрпақтары ересек өрмекшінің бақылауымен сыртқа шықты. Сарышаян оларды аулауға бірден кірісті. Бір қызығы, ересек өрмекші қарсыласудың орнына кішкентайларын оған жеуге тастап кетуде. Кейде бұл ересек өрмекші бұл кішкентай ұрпақтарын өзі де мына сарышаян сияқты жейді. Бұлай болудағы себеп, ересек өрмекшілер өз ұрпақтарына қамқорлық жасамайды. Олардың аман қалғандары өздері өсіп жетіледі. Ал мына сарышаян бұнымен тоқтар емес. Оған кішкентай өрмекшілер аздық еткен сияқты. Ол қандайда бір кеміргіштің ініне қарай бет алды, алайда оны оңай олжа күтіп тұрған жоқ. Сарышаян оны шаққанымен кеміргішке оның уы әсер етпеді. Себебі бұл тышқанның негізгі қорегі осы сарышаянда, ал оның уға қарсы мықты иммунитеті бар. Сондықтан сарышаянның бұл тышқанға қарсы ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Бүгін ол тышқанның асына айналды. Дәл осы жерде скалопендра кеміргіштің басқа түрін аулап оны жеуде. Оның уы сарышаянның уынан әлдеқайда күштірек. Ал біздің басты кейіпкеріміз үшін бұл жай ғана сөз. Сарышаяндарды жегіш тышқан скалопендраға шабуыл жасауға кірісті. Екеуі бір-бірімен біраз уақыт бойы айқасты. Скалопендра қанша у шашса да, ол тышқанға әсер етер емес. Атап айтқандай, бұл тышқанның уға қарсы иммунитеті бар. Қаншалықты оған қарсылық білдірсен де оның бүгінгі қорегіне айналасын.
Мына тышқан мақтаған сайын артық кеткен сияқты. Ол әлгі скалопендр өлтірген кеміргіштің басқа түрінде қоса жеуде. Бұл ерекше жануар аустралиялық тахиглоссид, құмырсқалардың нағыз жауы болып келеді. Артында ұзын инелерімен қаруланған жануар. Өзінің ұзын тілі мен тырнақтарын пайдаланып жәндіктерді кез келген жерден тауып алады. Өздеріңізге белгілі, Аустралияда өрттер өте көп болады. Ал бұндай жағдайда біздің жануар қандай әрекетке барады? Ол жылдам жануар емес, сондықтан ол тілсіз жаудан басқаша қорғанады. Тахиглоссид жерді мықты тырнақтарымен қазып соның ішіне қарай жасырынады. Өрт аяқталғаннан кейін біздің кішкентай жануар қайта сыртқа шығады. Оның аман қалуының басты себебі ол жер астына жасырынып, өз денесінің температурасын төмендете алады. Мына бір ерекше жануар теңізде жүзгенде, құм астында жүреді. Бұл Намиб шөлінде тіршілік ететін көршіқанның түрі. Көршіқан құм арасында жүріп өзінің қорегін дыбыстар мен тербелісі арқылы аулайды. Көршіқанның бұндай қабілетке ие болуының сыры өте сезімтал сүйектерінде. Оның құрбанына құмырсқалар мен түрлі жәндіктер кіреді. Шөл далада су тапшылығы қалыпты жағдай болғандықтан көршіқан бар ылғалды жеген жемтіктерінен сорып алады. Аустралияда мынандай жолақты жыландар бар, және ол басқа бауырымен жорғалаушыларды аулауға шықты. Оны көрген кесірткелер сол сәтте қаша жөнеледі. Ал мына алтын құйрықты гекконды бұл жылан алаңдатпайды. Оның бар уайымы күн көзінен қорғану. Ол өзіне көлеңке жер іздеуде. Алайда жолақты жылан оны байқап қойды, және оны өзінің түскі асы еткісі келеді. Ол шөптің арасына жасырынып, кесірткеге шабуыл жасауға ыңғайлануда. Алтын құйрықты геккон өте сақ болып шықты. Жыланның жоспары жүзеге аспады. Ол бірден жыланға қарай химиялық қару қолдануға көшті. Құйрығынан атқылаған сұйықтық қауіпті емес, бірақ өте жабысқақ әрі сасық болады. Жағымсыз болғаны соншалықты қауіпті жыланның өзі кері шегінуіне тура келеді. Сіздердің назарларыңызға сауытты шегіртке. Олар кішкентай жануарлардың етімен қоректенетін жыртқыш болып келеді. Қазір олар ағаштардағы қызыл тұмсықты тоқыма құстардың ұясына қарай бет алды. Ұядағы балапандар өкінішке орай бүгін мына алып шегірткелердің құрбаны болатын сияқты. Соңғы сәтте құстардың ата-анасы келіп балапандарын мына құбыжық шегірткеден құтқарып қалды. Айқас барысында шегіртке құсқа қарай өзінен гемолимфа сұйықтығын шашуда, бірақ ересек құс оны сонда да төмен қарай құлатып жіберді. Бірнеше метр биіктіктен құлаған шегіртке әлі де тірі, бірақ оның әлгі шашқан сұйықтығының иісі басқа шегірткелердің назарын аударды. Аш шегірткелер нағыз жауыздар айналады. Олар сәтсіздікке ұшыраған шегірткені жабылып тірідей жеп тастайды. Сіздер мына құстың бұл дыбысты қалай шығаратынын білсеңіздер таңғаласыздар. Бұл құстың атауы қызыл қалпақ шаламанакин. Назар салып қарайтын болсаңыз, дыбыс оның тұмсығы арқылы шықпайды. Бұл құс оны қанаттары арқылы шығарады. Оны зерттеу үшін ғалымдар арнайы жылдам камераға түсіріп анықтаған болатын. Көріп тұрғандарыңыздай құс қанаттарымен діріл қағуда. Ол шамамен секундына 107 мәрте. Бұлай жасауындағы басты мақсат ұрғашы құстардың назарын өзіне қарай аудару болып табылады. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.